Bugün bärgimizge demabыз. Hayruta, anasın, akesim. Bugün жұмысқа барасыздар ма? Жоқ, қызым, бүгін демалыс. Бүгінгі күнді мен жоспарлайды. Әкем, сурет саласыз ба? Ал анашым, ас үйде тамақ пісіріңіз. Мен сізге көмектесейін. Оған келесіздер ме? Тамаша жоспар, қызым. Иә, келісеміз. Әке, қандай сурет саласыз? Бұл жаға әзірге құпия болсын. Келістік пе? Келістік! Ендеше қызым, құралдарымды алып берші менің. Санап берейін ба? 1, 2, 3, 4, 5. Ендеше қызым, осы бояулардың түстерін айтып берші маған атап. Жасыл, көк, қызыл, көк, сары. Ой, жарайсың қызым. Түстерді де ажырата біледі екенсің, санау да біледі екенсің. Енді қазір сен анаңа көмектесем деген жоспарыңды ұмытпа. Қазір мен тосын сыйым дайын болғанша анаңа көмектесе тұр. Жарайды, әке. Анасы, әке бізге тосын сый жасап отыр. Ендеше біз де әкеңе не пісіріп жатқанымызды айтпасақ қайтеді? Ол да оған тосын сый болсын. Жарайды. Анасы, қандай әдемі торт пісірдік. Анасы, енді қопан аяқты қояйық. Менің тосын сыйым дайын қызым. Арақай, біздің де тосын сыйымыз дайын. Жарайсыңдар қызым. Ендеше тәтті тортпен шай ішейік. Вау, қандай керемет!